Қасиетті де көрікті көкше жерінде небір ел бастаған көсемдер, күміс көмей шешендер, ақын жыраулар, батыр билер, ақылгөй даналар дүниеге келген. Дәл сондай тарихи тұлғалардың бірі ислам дінінде өзіндік орны бар тарихи тұлға Наурызбай Таласұлы. Ғұлама оқымысты болғандықтан халық оны Науан Хазірет деп атап кеткен. Бодандықтың бұғауынан білектің күшімен емес, рухани байлықпен, біліммен құтылуға болатынын терең түсінген. Ғылым іздеп әуелі Петропавлда, онан кейін Бағдат пен Бұхарда діни білім алған. Таланты тасыған жас Науан ежелгі түрік, өзбек, татар, орыс, парсы және араб тілдерін жетік меңгереді. Оған қоса шығыс әдебиеті мен мәдениетін терең білген жас Науан имандылықпен терең зерделеді. Алланың ақ жолын ұстап, өз халқына қалтықсыз қызмет еткен Науан Хазірет 1916 жылы 73 жасқа келгенде Көкшетау қаласында дүниеден озды. Мүрдесі Қопа көлінің жағасында жерленген. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жасалған еліміздің киелі жерлері картасына Ақмола облысынан енген 11 нысанның бірі Науан Хазірет атамыздың моласы. Бүкіл өмірін халқының ағартушылық жолына арнаған ұлы атамыздың есімі ел есінде мәңгі қалды. Ауыл, жер, су аттары Науан Хазірет есімімен еленген. Атамыздың есімі Көкшетау қаласының ортасында ашылған жаңа мешітке берілген. Алаштың Арда ұлының есімі ұрпақтар есінде мәңгі сақталады.